сәлеметсіздер ме? Даму бала платформасына жаттықтырушы немесе мұғалім болып қалай тіркелеміз? Ең бірінші damubala.kz деп Google арқылы кіреміз. Үстіңгі жағында тіркелу деген бар. Сол тіркелу дегенді басамыз. Баланың өкілі, қызмет көрсетуші және жаттықтырушы немесе мұғалім деген бар. Үшінші тұрған жаттықтырушы немесе мұғалімнің аккаунты. Яғни бізге осы керек болады. Соны бір рет басасыз. Содан кейін ары қарай деп өтесіз. Содан кейін сізде ECP кілт және компьютеріңізде NCLR қосулы болу керек. Сертификатты таңдаңыз дегенді басып, өзіңіздің сертификатыңызды таңдап, біріншісін, яғни енгізесіз. Содан кейін кіргенде қайтадан сол сертификатты таңдайсыз. Ауыз деп жазылып тұрады, біріншісі. Соны дайындап қойыңыз бір папкаға. Парольді енгізіп, жаттықтырушы ретінде кіресіз. Жалғастыру. Қош келдіңіз деп осылай шығады. Жалғастыруды басасыз. Менің топтарым, яғни топтар бойынша ұйым аты, секция, топ, сабақ кестесі, балалар саны тұрады. Бұл егерде сіз осы ертеңгі күннен бастап сізді тренер ретінде қабылдаса, осы жерде барлығы көрсетіліп тұрады. Біліктілік дегенге өтесіз. Біліктілік дегенде барлық құжаттарды осы жерге енгізесіз. Спорт және мәдениет деп бөлінеді. Мысалы, мәдениет немесе өнер салаларында жоғары және кәсіптік білімнің болуы. Орта кәсіптік, орта арнаулы. Осы құжатты таңдаңыз дегенде PDF форматында енгізесіз. 5 мегабайттан көп болмауы керек. Бейіндік шығармашылық үйірме түрі бойынша мәдениет немесе өнер саласында табысты аяқталған оқыту немесе қайта даярлау курстарының болуы және де дипломның болуы міндетті түрде. Содан кейін алғашқы медициналық көмек көрсете алатыны жайында оқыған сертификаты және де 10 күннен аспаған наркологиялық ұйымдағы диспансердан бақылаудағы жағдайы анықтамасы және соттылықтың болуы болмауы жайында, сонымен қатар психоневрологиялық ұйымдағы диспансерлік бақылаудағы жағдайы, туберкулез қарсы ұйымнан өтініш берген күннен бастап дәл солай күнтізбелік 10 күннен кешіктірілмеуі керек анықтама. Барлығы PDF форматында 5 мегабайттан артық емес болу керек. Аст жағында өзіңіз жайлы жазып кетсеңіз болады. Және де жетістіктеріңіз, осында тіркелмеген және де мысалы өзінің кішкентай кезіңізден бастап осы уақытқа дейінгі ең жақсы деген, ең мықты деген жетістіктеріңізді жазып өтсеңіз болады. Спортқа келсек, бұнда кәсіби дене шынықтыру дипломы болу керек. Бейіндік спорт түрі бойынша Қазақстан Республикасының спорт шебері, спорт атағын беру туралы куәлік. Яғни мастер спорта, кандидат мастер спорта осы құжатты тіркейсіз және мамандандырылған спорт түрі бойынша дене шынықтыру және спорт саласында даярлау немесе қайта даярлау курстарын өткені туралы куәлік. Негізі арт спортта осы үшеуінің біреуі болса қабылдана береді. Яғни үшеуінің біреуі міндетті түрде болу керек.
мысалы шахматты бүйтіп алып қарасақ, үшіншісін қойсаңыз негізі оператор сізді қабылдайды. Дәл солай алғашқы медициналық көмек көрсеткені жайында сертификат болу керек. 24 айдан кешіктірілмей берілген болу керек, яғни 2 жылға дейін берілген болу керек. Содан кейін үшіншісі соттылықтың болуы болмауы жайында. Дәл солайынан соттылықтың болуы болмауы 10 күннен аспай берілу керек. Және де наркодиспансерден, психоневрологиялық диспансерден және де туберкулезге қарсы диспансерден анықтама алып PDF форматында жіберуіңіз керек. Сосын астында өзіңіз жайлы және де жетістіктеріңіз жайлы жалпылай жазып өтесіздер. Барлық құжат дұрыстығына көз жеткізгеннен кейін сіз астында сақтау деген бар. Сол сақтау дегенді басасыз. Сақталғаннан кейін поставщик, яғни қызмет көрсетуші сізді тексереді. Ол үшін тренерді таңдау дегенде сіздің ЖСН-іңізді енгізеді. ЖСН-ді енгізгенде сіздің аты жөніңіз шығу керек. Мінекей осылай тіркелесіздер. Сәттілік.